Біліп айтқан сөзге құн жетпейді, тауып айтқан сөзге шын жетпейді. Өзің білмесең білгендерден үйрен, үйренгеннен ештеңең де кетпейді. Ұйқы тыныш тәбетің жақсы боп, ертеңгісін еш жерің ауырмай оянудың өзі бұл да бір бақыт. Бұл өмірде ақшадан да, биліктен де құдіретті дүние бар. Ол ниеттің, тілектің, батаның күші. Бәрін дұрыс жасауға қанша тырыссаң да, сені қате түсінетін адамдар табылады. Әркімге ақталып жүйкеңді босқа шаршатпа. Түсінбейтіндер бәрібір түсінбейді. Бұл дүние өтеді, көрген түстей. Бір-біріңді қадірле, көрге түспей. Қадірің қайда болса, қадамың сол жерде. Әсте өзіңді зор санап, өзгелерді қор санамаңыз. Төрт түрлі адамнан аулақ тұрсаң, бақытты өмір сүресің. Үнемі жан-жағын сынап отыратын адам, надан адам, қадірін білмеген адам, кешірім сұрауды білмеген адам. Қазіргі адамдардың бәрі асығыс, бірақ қайда асығып бара жатқанын өздері де білмейді. Білсе асықпас еді ғой. Тәуекел ету деген басын қатерге тігу емес. Тәуекел ету қолынан келгенін істеп, істің нәтижесін Алла беретініне сеніп, тек Алладан ғана күту. Еншілерсің бұйырылған ырысын, несібесіз қоймас Құдай тірісін. Бітпей қалса бұл өмірде бір ісің, біткені ол сенің дәм-тұз тынысың. Бақытты болғыңыз келе ме? Бәрі де өз қолыңызда. Өміріңізді бақытты етіп, махаббатқа бөленуге ешқашан кеш емес. Сіз бақытты болу үшін жаралғансыз. Бақытсыз болу да өзіңізге байланысты. Таңдау сізде. Кіммен жүргеніңе, кіммен дос болғаныңа мұқият бол. Өйткені бұлбұл гүлге, қарға, қоқысқа жетелейді. Біреудің сөзін саған жеткізген адамнан сақ бол. Өйткені ол сенің сөзіңді басқа біреуге жеткізеді. Білінбейді, білдірмейді, зулайды. Билесе де жүрегіңді мұң қайғы. Уақыт деген өзгертеді барлығын. Өміріңнің қызықтарын ұрлайды. Сәби едік кеше ғана бейкүнә. Мына өмір басымызға сыйды ма? Балалықпен қоштастырып бұл уақыт, балдай тәтті кездерімді қиды ма? Иә, солай, уақыт сұмдық, сұрапыл. Өтіп кетсін, басыңды сәл бұға тұр. Тағдырыңды өзгертуге бел буысаң, қолыңды жай бір Аллаға дұға қыл. Жерде мәңгі тұрақтап қалардай біз, жанды ойламай малды ойлап алаңдаймыз. Түбі шіріп қалатын байлық жинап, қардан сарай салып жатқан адамдаймыз. Ауылда қыз арманы қала көру, қалада қыз арманы дара болу. Арманнан адаспаңдар қара көздер, әйелдің шын бақыты ана болу. Еш ақысыз берген байлығыңа шүкір, денсаулығыма шүкір, берілген уақытыма шүкір, жақындарымның амандығына шүкір. Шексіз мүмкіндіктеріме шүкір, ашық аспаныма шүкір, тыныш өміріме шүкір. Жамандықты көп қуған бір бәлеге жолығар, жақсылықты көп қуған бақ дәулетке жолығар. 100 рет тыңда, 1000 рет ойлап, 1 рет қана сөйле. Бітімі қисық ағаштың көлеңкесі де өзіндей болады. Бақытқа жеткізетін де, тағдырға тепкізетін де мінез.
мінезіңізге абай болыңыз. Ашу әрқашан ақымақтықпен басталып, өкінішпен аяқталады. Кісінің ақымақтығын оның сөздерінен, ал даналығын үнсіздігінен білесің. Бақыт ешқайдан келмейді, оны өзің өз қолыңмен жасайсың. Ең қиын үш нәрсе: сыр сақтау, қорлықтарды ұмыту, уақытты дұрыс пайдалану. Егер жүрген жолың қиындық тудырып жатса, демек сен жоғарыға шығып бара жатырсың. Ал оңай болса, демек төменге құлдилап бара жатырсың. Мақтаншақ әңгімелер әлсіздіктің ең алғашқы белгісі, ал мықты адамдар артық әңгіме айтпайды. Уәде беруден бұрын оны орындай аласыз ба? Соған көзіңіз жете ме? Оны ойлануыңыз керек. Өйткені орындалмаған уәде мойныңда қарыз болып қалады. Мықтылық дегеніміз әдемі тұрмыс құрып, бақытты ғұмыр кешу емес. Қоржын арқалап жүрсең де адамдығыңды жоғалтпау. Білімді әйел күйеуінің қателігін бетіне басады. Мен саған солай болады деп айттым ғой, әне менің айтқаным келді деп реніш тудырады. Еркегі көзін, әйелі тілін тыйған үйде береке болады. Қисыққа түзу сөз жақпайды. Сенің күлкің сені ұнатпайтындарды да бей-жай қалдырмайды. Егер сені біреу жек көрсе, онда ол саған ұқсағысы келгендіктен ғана. Бір адамдар болады қайта келмейтін, бір сырлар болады айта бермейтін, бір сағыныш болады қауыша алмайтын, бір бақыт болады тауыса алмайтын. Бір көңіл болады кері қайтпайтын, бір достар болады сенім артпайтын, бір үміт болады жылдап күтетін, барлығы уақытша бір күні бітеді. Дос дегенің алтыннан да бағалы, қиын сәтте көрінеді адалы, барлығы да бірдей емес білемін, айналамда адал досым шамалы. Әйел 40-қа келгенше өңін бермесе қасиет, еркек 40-қа келгенше есі кірмесе қасірет. Бай адам бір қызыққа батсам дейді, аш адам тамақтан нәр татсам дейді. Аяғы жоқ адамдар жүрсем ғой деп, аяғы бар демалып жатсам дейді. Біреулер кісілігін көрсетсем деп, біреуге күшік дейді патсан дейді. Жағымпаз бастығының итін мақтап, билікке сәлде болса жақсам дейді. Қадірін дүниенің білетіндер, асырап ата-анамды бақсам дейді. Кеудесінде шыбыны бар пақырлар, несібесін еңбек қылып тапсам дейді. Жақсы жар, жан жолдасын жамандамай, жүрегіммен бас иген патшам дейді. Жыртық шалбар кимейтін қара көздер, қымбат жерін қымтап бір жапсам дейді. Осылай біреулерге өсиет айтсаң, керек емес досым-ау лапшаң дейді. Алланың бұйырғанынан аса алмайды, көп бола берсін досым ақшаң мейлі.